Оркиік. Темір жолдың үстінде шоқайып 3-4 бала отыр. Жел қарған жанарлары бұлдыраған жол ұшына тесіліп қалған. Жақ жүні үрпейіп танауынан көк жорға жылтыңдаған кішілеу біреуінің тіпті тісі-тісіне тимей дір-дір етеді. Анандайда мұжық мұржасынан өлеусірей түтін үзген жұпыны үймен жер бауырлаған шәкене қора қопсы қалқияды. Беті бүркіген жыртық бұлттардан пана таппаған күн ұясына сығулы. Қарлы даланың қойны қонышын ақтарған оспадар жел осып-осып өткенде безеріп жатқан болат рельстер домбыраның қос шегіндей бебеулейді. Балалар үйге баруға құлықты емес. Қолдарын қосырынып бір-біріне бұйыға түседі. Кенет алыстан бір қара байқалған. Сұп-суық рельстердің бойын жып-жылы үміт ұшқыны жағалады. Ұйлығып отырған балалардың бір-екеу атып-атып тұрысты. «Әне, көкем келе жатыр. Өтірік айтасың. Алақай көкем екен». Олар жапа тармағай жарыса жүгірді. Үздік создық жеткен балалар көкөлерін тұс-тұстан құшақтап айналып үйіріліп жатыр. Беттері домбығып, мұрны қызарған темір жол қараушы оларды еркелете күлімсіреді. Суық сорған бойы жылынып сала бергендей. «Бозарып кетіпсіңдер ғой түге. Нағып сыртты жүрсіңдер. Сізді күттік көке, тоңған жоқпыз». Соңғы сөзді бағанағы жақ жүні үрпиген кішкенесі айтты. Олар ауыр пимасымен темір жолдың жастық ағашын нығарлай басқан әкелерін қоршай ілесті. Бір-біріне қуана жымыңдап, секіріп қояды. Темір жол қараушы бірден үйге кірген жоқ. Алдымен қоражайды бір айналып, ұлдарына тапсырған жұмыстың қалай істелгенін пысықтады. Онысы бірер лақты ешкі мен жалғыз түйенің су шөбі болатын. Дірдектеген балалар көкөлердің көңілін жайландырып, тезірек үйге кіргізу үшін атқарған шаруаларын жарыс айтып, алдарын орап жүр. Ал бұдан әріге төзімі таусылған жаңағы кішкене оларды тастай беріп үйге қарай ұшты. Жұпыны құжыраның есігін жұлып алардай алқын-жұлқын ашқан ол: «Апа, әкем келді. Енді көжені іше берсек бола ма?» деді шешесіне үзіле қарап. Түстегі қара талқанды қанағат тұтпай, қарындары ашып, тамақ сұраған балаларға анасы «Әкелерің келгенде бірақ ішесіңдер» деген. Өзі де үпі тапы жетіп отырған асты үнемдейік дегенде үйелмелі-сүйелмелі тентектер қайдан түсінсін. Қайта-қайта қыңқылдай берген соң оларды әкең келсінмен алдаусыратқан. Мұрнындағы көк жорғаны көнетоз мақталы шапанның жеңімен бір жайқап тастап, жағасы жайлауға кете жарапазандай жеткен кішкентайдың шаттанып жүргені сол. Әкесінің қажыдан келген хабарына келгендей ентігіп тұрған баланы аяп кетсе де, ана өзі орнатқан тәртіпке тастай қатты. Келсе үйге кірсін әуелі, ал сен киіміңді шешіп, беті қолыңды шай. Бала бәрібір әкесі дастархан басына отырмай, аузына ас түспейтініне көзі әбден жетті де, алқын-жұлқын сыртқа қайта ұмтылды. Қазаның асын қағыстырған болып теріс айналған ана жаулығының ұшымен көзін сүртті. Сам жамырап қараңғылық үйірілгенде шам жағылған жұпыны үйдің ішіне жылылығы ұялады. Көлеңкесі төрдегі қабырғада зорая түскен әкені жағалай жайғасқан балалар аласа ас тақтайға емініп, алдарына келген сылдыр сұйық кеспені сұрпылдата тартып жатыр. Үлкендеулері үлестеріне тиген бір-бір жапырақ қармананды қарбытып үлгеріп, қасындағы кішілеулердің әлі жартысы да желінбеген нандарына жалтақ-жалтақ қарап та қояды. Күні кешке дейін еріндері көгері тоңып, әрең қолдар жеткен несібесін олар қайдан бере қойсын. Көз тіккендердің көмейін ардан аңғарған кішкентайлар еншілерін тас қып ұстап, шешелеріне қарай ығыстайды. Көжеден кейін ешкі сүті қатқан бір шәугім құлашайды маңдайы шып-шып терси отырып тауысқан күйеуіне әйелі ақырын ғана: «Шай тұзда азайып қалды» деп ақырын ғана бүлк еткізді. Жатар алдында темір жол қараушы сыртқа шығып бара жатып өзіне өзі: «Бүгін жапырық інгенге шөпті молырақ салайын, ертең қамыс тартам» деген. Ескілеу түйе жүн көрпенің астына енді кірген үлкен ұл мұны естіп, шидің түбінен шыға келген қоянның көжегіндей қазданға ұшып тұрды. «Көке, қамысқа мен де барайыншы». «Оны қайтесің бекер тоңып?» «Тоңбайым көке, көмектесем ғой, ертіп алыңшы». «Болсын». Қалдырып кетеме деп қорыққан бала түнімен жөн ұйықтаған жоқ. Таңертең әкесінің тықыр білінген заман киініп алған. Жапырық өркі шінгенге қайқыбас шананы жеккен темір жол қараушы ұлын тері тоңға орап тастады. Аң бірдеңе кезігіп қалса деп шиті мылтығында асынған. Ұялшақ қыздың бетіне тепкен қызылдай шапағын шашып,
күнде көтеріліп келе жатты. Кешегідей емес, жел бәсейіп қалған секілді. Қамыс оратын жер темір жолдан 10 шақырымдай қашық Қазанкөлдің жағасында болатын. Сырылдаған шанада тербетіліп, жылы тонның ішінде ұйықтап кеткен бала барылдай боздаған түйе дауысынан оянды. Жапырғын ген тоқтамай едел-жедел боздап жіберді. «Балам, алдыңғы жақта әлдененің сұлбасы көріне ме?» деді әкесі ұлына. Бұлар ойпаңдау жазыққа қарай еңкейіп келеді екен. Шананың үстінде мойнын соза қараған бала расында қар бетінде қалқақтаған бір белгіні көз шалды. Мал емес пе көке, бірдеңе келе жатқан секілді. Енді далада мал жүрмесе керек еді, аң бекен деймін. Қасқыр болмасын, жапырғын ген содан қорқып боздаған шығар. Жоқ, әдетте ит құс тобымен жортатын мынау аң сияқты олай болса Құдай берді. Алла нәсіп етсе сендерді қуырдаққа бір тойғызам. Әлгі қалқаңдаған нәрсе бұларға тура тартып таяп келеді. Қамысқа баратын жол сорабынан ауытқитын емес. Темір жол қараушы таңдана бастады. Аңның жолмен жүріп несі бар? Жүрсін ақ мейлі, жел біз жақтан дауысымызды естіп өзімізді көріп келе жатыр. Баяғыда қашып жоғалса керек еді ғой. Не болса да деп, мылтығын ыңғайлай қарсы жүрген ол бір кезде түйені шорт тоқтатты. Өз көзіне өзі сенбегендей үңіле қарап тұрды да, «Мынау киік қой» деді қайран қалып. Тонды сыпырып тастаған бала да шананың үстінде тізерлей отырып алған. Міне қызық, анандайда ілби басып ор киік келе жатыр. Ол қуанып кетті. Көкем қазір ататын шығар деді ішінен, тіпті көз алдына буы бұрқыраған бір табақ тәтті қуырдақ елестеп, еріксіз жұтынып талды. Бірақ көкесі аң ататын бейне байқатпады. Керісінше шитісін лық еткізіп мойнына қайта тастай салған. Ашығып, адасып қалған киік болар, өзінеге адамнан қорықпайды, әлі көз көрмейме деген бала әкесімен киікке кезек жалтақтаған. Киік болса ештеңеден жасқанатын емес, расында бұларды көрмейтінді секілді, бір аттан бұра тартпай тіке келеді. Темір жол қараушы оқыс қимылға көшті. Түйені тез бұрып шананы жол сүрлеуінен алыстау шығарып қойды. Бала аңтаң. Көкем не істемекші? Әлде мына соқыр киікті тірідей ұстап алмақ па? Уа, Батыреке, мынау киіктің текесі екен. Жануар-ай, теке бұрқылдақтан шыққан бетің-ау, бәсе. Әкесінің екпінді дауысына елең еткен бала бұл кезде шананың тұсына жақын қалған киіктің зор текесінен бақырая қараған. Темірдей аша тұяқтары шынығарды шықырлата басып, баяу көсіп келеді. Жіп-жіңішке сирақтары сидам денесіне сайма-сай, бауыры мен тамағының астын тұтас жапқан ақ мамық жүн болымсыз желпінеді. Ұшы сәл қайқы қызғылтым әрі бунақ-бунақ қос мүйізі жаужүрек батырдың қылышындай қақарлы. Салалы таудың жотасындай дөңес мұрны да денесіне жарасымды. Ал мөлдіреген қара көздері тіптен сұлу екен. Қасынан өткенде анық көрінді. Тұңғиық мұң әлде сыр жасырынған жанары баланың бойын сілкінтіп жібергендей болды. Бір қолымен бұйдан ұстап, бір қолын жанына жапсырған әкесі де киікке қыбырсыз қарап қалыпты. Мойнындағы шиті мылтығының ұңғысы шошайып, дәл бір саптың алдынан өтіп бара жатқан генералға құрмет білдірген солдаттай қақшиып тұр. Қозғалып қалса оны үркітіп алардай, не жолына бөгет болардай ерекше ыждахат танытады. Ал қарлы даланың үстінде өзі ғана бардай, еш қаперсіз, ессіз, сезімсіз тартып бара жатқан ор киік бұларға мойында бұрған жоқ. Шанадан 10-15 қадам ғана жол нобайымен аяғының астынан көз алмаған күйі кете барды. Сылбыр бейнесінен тұралап шаршаған, дығыры құрып, соншалық хал дәрмені таусылған әлсіз, қуатсыз күйі аңдалады. Әке мен бала жапырық інген үшеуі оны үнсіз қастарынан өткізіп ұзатып салды. Әкесінің мылтыққа неге қол апармаған долбарласа да осынша ізет танытқан түсіне алмаған бала. Бұл киік неге жалғыз жүр? Ауырған бәлде аш па? Қайда кетіп барады деп сұрады. Ол киік ашта емес, ауруда емес, адасқанда жоқ. Ол нағыз еркектің өзі. Ал енді қайда баратынын пешенесіне жазылған тағдыры шешетін болар деді көкесі, ұзап бара жатқан ортекенің ту сыртынан толқи көз тастап. Даусында шын ризалық, көңілінде лепірген сезім тыны бардай. Басқа мақтау айтудың ретін таппаған жол қараушы тағы да шын еркек осындай болу керек деп сөзін толықтырып қойды. Бір бақырып алған жапырық інгенмен күртік қарды қақ тілген шана қайта қозғалды. Тонына оранған бала ештеңенің байыбына бара қоймаса да,
көкесінің еркек киік деп ереше екпінмен айтқан сөзін көкейіне түйіп қойды. Әлден уақытта артына қайрылған ол еркек киікті тағы бір көріп қалмақ болып еді, бұлдыраған ортеке ақ сағым ойнаған далаға сіңіп үлгеріпті. Мұрат Алмасбекұлы. Оқыған Қуат Ахметжанов. Ұнап жатса арнама жазылып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Рахмет.